Мен Бақытгүл Сахманқызы, осы Талдықорған қаласындағы облыстық есту қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы мектеп-интернатында музыка және түзету ритмикасы пәнінен сабақ берем. Бұл мектеп қабырғасында қызмет етіп келе жатқаныма 20 жылдан астам уақыт болды. Біздің мектепте есту қабілеті әр түрлі деңгейдегі нашар еститін оқушылар оқиды. Менің оқушыларымның ішіндегі үздік оқушылар деп айтсам да болады. Солардың бірі осы Тоқберген Ақерке 8-ші сынып оқушысы. Бұл оқушының диагнозы 4-ші дәрежелі нашар еститін оқушы. Бұл бала кішкентай кезінен бастап өзінің алғырлығымен, пысықтығымен көзге түскен ерекшеленген бала. Мектептің көптеген үйірмелеріне белсене қатысады. Өзінің сыныбының лидері десем де болады. Қыз болса да ер мінезділігі бар, өте сондай тәрбиелі, алғыр, сабақта озат оқушы. Осындай оқушыны тәрбиелеп өсірген ата-аналарына да алғысым шексіз. Ерекше білім беруді қажет ететін балаларды біз жан-жақты ашуға тырысамыз. Өйткені мектеп қабырғасынан бала кеткен кезде қоғамға етене араласып кету керек. Сол себепті баланың шығармашылығы жағын шыңдаймыз. Бұл бала музыкаға деген өте қызығушылығы сондай жоғары болатын. Сыныпқа келіп, апай, мен осындай ән айтқым келеді деп, сыныптан шықпайды десем де болады. Қандай үйірмелер, қандай мектептің қабырғасында өтіп жатқан іс-шара болса да, осы Ақеркесіз өтпейтін. Әркез сахнада, өзін сахнада жүргенді елестетеді. Біз бұл балаларға жай ғана білім, тәрбие беріп қана қоймай, бұл балаларды мектептен тыс өмірге, қоғамға бейімдеуіміз қажет. Осы біздің мектеп қабырғасында жүргенде, біз бұларға қоғамнан ешқандай да өздерін кем санамайтынына, қоғамның бір тұтас мүшесі екендерін сезінуін бойына қалыптастыра білуіміз қажет. Осы мектеп қабырғасында сондай сенімділікті баланың бойына ұялатып үлгеруіміз қажет. Мен осы мектеп қабырғасында 20 жылдан астам уақыт болды ғой жұмыс жасап келе жатқаныма. Осымен тұс келген мына Жұлдызай байқауы да биыл 20 жылдық мерейтой екен қарап отырсақ. Бұның барлығы да сондай бір жақсы бір сәйкестік ше. Балалар бұл Жұлдызай байқауын асыға күтеді. Осы Жұлдызай байқауының басшылығына, жалпы ұжымына ұстаздық жүрекпен алғыс айтам. Сіздер біздің оқушыларға үлкен сенім, үлкен рухани азық беріп жатырсыздар. Жұлдызайдың жұлдызы әрқашан биік болсын, жарығы сөнбесін, ғұмыры әркез ұзақ болсын. Алла бұйыртса, осы 20 жылдық мерейтойда жолыққанша Алланың қалауымен тілеймін, бірақ өз балаларыма сәттілікпен қоса жеңіс тілеймін. Тіршілік қайнап тұрса, көңілім сайрап тұрса, жасанып жайнап тұрса, дала сөндірме жанырыңды, жазғырма тағдырыңды, бақытқа әр күніңді. Бала, арманың барда, шаршама талма, жасқанып қалма, жүре бер алға, өмір сынаса, көңілге алма, әніңді жалға, жүре бер алға. Жұлдыз жайға дауыс бер, маған жұлдызды сақ сыйла.